Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil alemin. Usalli salatan ve selaman alel habibil emin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya kullu madaqtar, maqtavlarda Allah Tağalaga arnaymiz. Адамзаттың асылы, бүкіл пайғамбарлардың падишасы, ақырғы заманның пайғамбары, одан кейін пайғамбар болмайтын Мұхаммедке, оның отбасына, оның сахабаларына, о кісіге игілікте ілескен барша момын мұсылмандарға, сіздерге, біздерге Алла Тағаланың салауат, сәлем, берекеті болсын. Қайырлы, берекелі кеш болсын. Біз өткен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Иншалла бүгін соңғы сабақ деп ойлаймыз, Құдай қаласа. Фадаилдің күнде соңғы сабақ деп сіздерді алдай беріп шаршадық. Уже бітіре алмай жатырық қой, не болып жатыр, шотамын деп қойған. Құдай қаласа бүгін бітіргенде. Бір 4 пайғамбар қалды деп айтыппын ғой, өткен сабақта, я. Дауд алейхиссалам. Мейлі Харунды айтпаған болсақ, алейхиссаламды айтайық онда. Харун алейхиссаламды білмейтіндер болатын болса, бұл Харун білеміз Муса алейхиссаламның бауыры, я. Муса алейхиссалам бауырына. Мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам одан абзалдығын келтірген кезде дейді. Бұл Харун алейхиссалам өте не болған? Ділмар болған. Тілі бар ғой, өте тәтті кісі болған. Сол үшін Мұса пайғамбар мен қасыма бауырымды қосып берші деді ғой, Ферғауынға бара жатқан кезде. Өткен Мұса пайғамбар шамал не істейтін болған дейді? Тұтығып қалатын болған дейді. Бауырыма қасымды Харун алейхиссаламды қосып жібер дейді, екеуміз бірге барып жаңағы дағуат жасаймыз дейді Ферғауынға. Сонда Харунды бұл жерде ишара жасауы, бұның тілі не болған дейді? Шешен болған дейді. Харун алейхиссалам. Сондай бір сөздері мықты, тәтті, кез келген адамды құлата алатын, жұбата алатын деген сияқты сондай адам болса керек. Ал енді бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам одан абзалдығы дейді. О кісіге жауамиул калим берілген дейді. Яғни бір сөз айтады, оның асты көп мағынаны қамтиды дейді. Ол шешендіктен де асып кеткен даналық дейді. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сөз айтады, мысалға қандай сөз айту мүмкін? Ашуланба деп айтады, болды. Ашуланбаның астын шарқын көрсең 4-5 бет жазып тастаған ғалымдар. Өзге пайғамбарлардан маған берілген 6 қасиет бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Соның ішінде 6-шысында айтады, маған осы аз сөйлеп көп қамтитын қасиет берілген дейді. Бір сөз айтады, болды. Астындағы мағынасы өте терең. Міне Харун алейхиссаламнан абзалдығы сондай дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фақула лаху қаулан лаййина деп айтады. Аятта Алла Тағала Мұса алейхиссалам мен Харунға айтады, Ферғауынға барған кезде қандай сөйлеңдер дейді? Өте жұмсақ сөйлеңдер дейді. Көрдіңіз ба? Бар бірден дөрекі. Мына иманға неге шақыратын кезде бар ғой, сен не мынау жалаңбас жүрсің, аузубилля, бірден өйтіп айтуға болмайды. Адамның бірінші жүрегін жұмсартып алу керек. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірінші не істейтін болған, солай жасайтын болған. Бірден бар, мынауың харам сенің, мынауың деген вообще макрух, мынау деген бидағат, мынау вообще. Анау түсінбейді сен не айтып жатқаныңды. Кеміс қылма адамды өйтіп. Міне Алла Тағала айтып жатыр, ол екеуің барыңдар да Ферғауынға жұмсақ сөз сөйлеңдер деп жатыр. Әуелі жүрегіне не істеңдер? Орын тауып алыңдар дейді. Содан кейін барып басталады әңгіме. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала Құран кәрімде дейді, «Фабима рахмати миналлахи линта лахум» дейді. Ей Мұхаммед дейді, сен Алла Тағаланың рақымының арқасында оларға жұмсақ болдың дейді. Көрдіңіз ба? Алла Тағала Муса алейхиссалам кімге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп жатыр? Сен Алланың рақымының арқасында не болдың? Жұмсақ болдың. Кімге? Сахабаларға, қауымға. Көрдіңіз ба? Олар мүшрик, дурекі, барлығын істеп жатыр. Сонда да оларға не болды? Жұмсақ болды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда ар жағында айтады аяттың «Лау кунта фаззан ғализан ғализал қалб» дейді. «Лам фадду мин хаулик». Егер де сен дейді, өзің дөрекі, қатты болатын болсаң, онда айналаңдағылардың барлығы сенен теріс айналып кететін еді дейді. Әне көрдіңіздер ма? Анау бұл дін қаталдықпен жетпейді деп айтқан сол ғой. Жұмсақтықпен жетеді деп жатыр. Бір кісі айтқан ғой. Сол міне жұмсақтықпен бұл дін жетеді. Көрдіңіздер ма? Харун алейхиссаламнан осындай екі ерекшелігін жазыпты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Енді Харун алейхиссаламнан кейінгі бүгін біздің жалғасатын сабағымыз бұл Дауд алейхиссалам. Даудты танисыздар, я? Немен танылған кісі? Дауысы әдемі, дұрыс айтады, машалла. Дауысы өте әдем болған, бірінші. Екінші? Не деді? Темір сатады деді ма? Темірге отырып алған? Не дейді? Темірді игерген дейді. Темірді қамыр сияқты илейтін болған дейді о кісі. Бұндай болған. Қамыр илейсің ғой нанның, я? Я дейді, илеп көрдіңдер ме өзі? Қамыр илеуге бола ма, ер адам болмай ма?
Кім айтты болады деп. Енді қарайсыңдар ғой енді өздері. Авторитетіне қарай көресің деп айтқан екен баяғыда. Енді темірді қамыр сияқты илейтін болған дейді. Яғни Алла Тағала оған нені бағындырып берген дейді? Темірді бағындырып берген. Тағы қандай сипатын білесіздер Дауд алейхиссаламның? Ойбай, ең маңызды сипаты бар ғой. Жақсы, құстардың тілін білген. Тағы. Патша болған ғой ол. Көрдіңіздер ма? Патша болған. Дауд алейхиссалам патша болған. Оның баласы да кім болған? Патша болған Сүлейменде. Әкеден балаға мирас болып өткен. Баласы әкесіне өтіп кетеді бірақ. Дауд алейхиссалам патша болған. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде осы Дауд алейхиссаламмен мысалға келтіреді ғой. Не дейді? Адамның өзінің қолынан тапқан, еңбегімен тапқан нәпақасы не болады дейді? Қайырлы болады дейді, адамдардан тілегеннен дейді. Көрдіңіз ба? Тілемшілдік бар ғой, бұл ең жаман қасиет. Пайғамбар саллаллаху алейхи қайтарған қасиет. Кәдімгідей қол аяғы балғадай жігіттер тілем тілеп тұрады мына жолда, мына жерде. Болмайды ғой, сен еркектігіңе сын ғой. Көрдіңіз ба? Оның Құдай кедейліктен ешқашан алдырмайды ол. Өмір бақи солай өтеді тілемшілдікпен. Бұл жақсы нәрсе емес бұл. Сау адам тілемші болуға болмайды. Еңбек ет. Анау ағаш сатып, ойбай мен кедеймін деп келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи балта беріп жіберді, кетті ғой. Ағаш сатып миллионер болып кетті ана кісі. Көрдіңіз ба? Сондай да. Еңбек етті, не істеді? Алла берекет берді. Жатып ішер жалқау болмау керек. Шариғат бұған жетелемейді, біліп қойыңыздар. Енді қараңыздар, сол пайғамбар осы хадисті айтып отырды. Инна набияллахи Дауд дейді. Кана яъкулу мин амали ядихи дейді. Алланың пайғамбары Дауд алейхиссалам дейді. Өзінің істеген жұмысының табысынан жейтін еді дейді, қараңыздар. Патша ғой ол, патша, бюджеттен давай тық мына жаққа қарай десе болады ғой. Бірақ неге айтпай жатыр өйтіп? Өзінің қолынан пайғамбар саллаллаху алейхи Дәуітпен мысал келтіріп жатқан себебі ол патша болған дейді себебі. Патша бола тұрып не істейтін болған? Қосымша жұмыс істеп соның айлығымен күн көретін болған. Ал керек болатын болса. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи патша бола тұра ол кісі не істейтін болған дейді? Қолынан сауыт жасайтын болған. Жер бетінде тіпті хабарларда айтады, тұңғыш сауыт жасаған кісі дейді бұны. Лұқман Хаким деген кісіні білесіздер ма? Құранда Лұқман деген сүрені білесіздер ма? Сол Лұқман сүресінің іші толған өсиет. Енді сол Лұқман деген кісі өмір сүрген, негізі Суданда өмір сүрген ол кісі. Сәл қара торы кісі. Сол Палестинаға барған екен иман келтіруге, Дауд алейхиссаламға. Соның замандасы екеуі. Исраилет хабарларда келеді, екеуі кездеседі дейді. Сөйтсе Дауд алейхиссалам жаңа ана иман келтірген жұмысын істеп жатыр да шеберханасында. Ана қысқыштап бер, ананы алып бер, атөшкірді алып бер, шоқ алып бер деген алып беріп тұр анау Лұқман Хаким ше. Дауд алейхиссалам таң қалып тұр дейді. Мынау қызық екен. Сен мынадай нәрсені бұрын көрдің ба деп айтады дейді. Жоқ, көрген жоқпын деп айтады дейді жаңағы Лұқман Хаким ше. Не сұрамайсың дейді. Не істеп жатқанымды сұрамайсың ба дейсің. Біз анау бірдеңе не істеп жатсың деп дым көрмеген болсаң, мынау не істеп жатсың сен? Айтшы, не істеп жатсың сен деп. Тыныштық білмейсің ана. Қойшы дейді ғой, как біткесін көресің. Бұл наоборот болып жатыр мына жерде. Сен мынаны білесің ба, не істеп жатқанымды? Жоқ деп айтады дейді Лұқман Хаким. Сонда Дауд алейхиссалам неге сұрамайсың енді деп айтады дейді, білмейтін болсаң. Бітіргесін көреміз ғой деп айтады дейді. Сен шынымен хакім екенсің деп айтады дейді Дауд алейхиссалам. Көрдіңіздер ма? Біреу хакім, біреу пайғамбар. Хакім деген дана ғой, даналық берілген ол кісіге. Бәрібір бітіресің ғой, көреміз ғой, несіне асығыс деп. Мазаңды алып не істеймін деген сияқты. Ояққа не кетіп қалып жатырмын мен. В общем, былай ғой. Дауд алейхиссалам демек не болған екен? Патша болған, өзінің амал қолынан жеген жақсы көретін кісі болған екен. Маңдай термен жеген тамақ тәтті болады ғой. Абай атамыздың қаншама сөздерінде айтты. Енді сол Дауд алейхиссалам мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен мысалға келтіріп жатыр ғой. Көп не қылмай қойық, бір екеуін келтірген екен, төртеуін келтірген, мен екеуін маңызды екеуін алдым. Алла тағала Құран кәрімнің Сот деген сүресінің 18-ші аятында айтады, біз тауларды Дәуітке бағынышты қылып қойғанбыз дейді. Таулар Дауд алейхиссаламға бағынышты болған темір сияқты. Сөйтіп ол таулар дейді, кешкісінгі уақытта және күн шықпай тұрып дейді. Қараңыздар, зікірдің уақыты ғой мынау. Алла тағала баяндап жатыр, зікірдің уақыты. Кешкісінгі уақытта, яғни шам болып келе жатқан кезде және күн шықпай тұрған кезде.
Осы кездегі екі кездегі зікір ең мощный зікірлер. Сөйтіп, жаңа кешқұрым күн шығарда дейді, Дауд алейхиссаламмен бірге таулар Алланы дәріптеп тұратын еді дейді. Көрдіңіз ба? Дауд алейхиссалам күн батпай тұрып, және күн шықпай тұрып Алла тағаланы тасбих қылатын болған. Субханалла деп. Сонда тауларда не деп айтатын болған? Субханалла деп. Дауд алейхиссаламмен бірге тасбих айтып отыратын болған екен. Таулар. Ал кеттік. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға не то что таулар дейді ғой. Таулар, тастардан бөлек Меккедегі, Мәдинадағы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға тамақтар тасбих айтып тұратын болған дейді. Қараңыздар. Мынау Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні ауырды дейді. Ауырып қалған кезінде Жабраил алейхиссалам ыдыспен келді дейді. Ыдыста анар менен жүзім бар дейді. Анар менен жүзімді алып келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соны жейін деп жатқан кезде аналардың тасбих айтып тұрғанын естиді ғой. Көрдіңіздер ма? Ауырып отыр Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, бірақ көңілін істеп қалады, көтеріліп қалады ананы естіп. Келген анар жүзімдер тасбих айтып тұр екен, субханалла деп, Алланы пәктеп тұр екен да. Және дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, жаңа Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады, біз сендер мынау мұғжизаларды қорқынышты нәрсе деп білесіңдер дейді, адамдарды қорқытатын нәрсе деп. Мұғжиза, ондай біз мұғжизаларды берекет деп білетін едік дейді Абдулла ибн Масғуд айтады. Біз сапарға шыққан кезімізде суымыз таусылды дейді. Суымыз таусылды, сөйтіп су таусылған кезінде Пайғамбар саллаллаху алейхи шағымданып барып еді, кішкентай судың ішіндегі ыдысқа қолын тықты да соған дұға қылды дейді. Бір кезде оның саусақтарының арасынан су атып қалады дейді. Сөйтіп жаңағы ыдыстар не істеді дейді, суға толып тасбих айтып тұрды дейді. Сахабалар ыдыстардың тасбих айтып тұрғанын еститін болған екен, еститін болған екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірде алдына андай көже дейді ғой, сондай тамақ әкелінді дейді, көже тартылды, тамақ әкелінді. Сонда көжені жеп отырып бір кезде ыдыстың жаңағы тамақтың тасбих айтып жатқанын естіді да. Сөйтті де Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мына тамақ тасбих айтып жатыр деп еді, сахабалар қарап қалды дейді. Біз де тыңдаймыз ба деген сияқты. Сөйтіп ыдысты жақындатты дейді ғой. Сахабалар құлақтарын тосса, тасбих айтып тұр дейді. Көрдіңіздер ма? Сахабалар тамақтың тасбих айтып тұрғанын еститін болған екен, еститін болған екен. Абу Дарда деген сахаба Сүлеймен дейтін сахабаға хат жазып атқан кезде айтқан екен, тасбих айтатын табақтармен ант етем деп. Біледі ғой екеуі, жолда баяғыда Пайғамбар саллаллаху алейхи сапарласып болған, табақтардың тасбих айтқан білген, сон табақтардың мына мен айтып атқан хабарлардың бәрі бар ғой, қақта келген. Имам Бухариде, Имам Маликтің Анас ибн Муаттас кітабында, Малик ибн Анастың Муатта кітабында, вообще мықты кітаптарда, хадис кітаптарында келген, сахих. Сосын Дастан ұстаздың Мұғжизалар деген кітабы бар, сода келген. Оқып, егесілі что күмәнданып атсаңыздар деп атқан, қараңыздар деп атым да. Күмәнданбайсыздар ғой, бірақ енді иман келтірген адамсыздар ғой. Демек, тастар, майда-майда тастар, таулардан бөлек Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға тамақтар не істейтін болған? Имам Бухари айтады, Ибн Хаджар деген хадисті тәпсірлеп отырып айтады. Демек, бұл оқиға бір мәрте емес, бірнеше мәрте қайталанған дейді да сахабалардың несінде. Көп сахаба оны естіген деп айтқан екен. Дауд алейхиссаламнан абзалдығын келтірген кезде осы оқиғаны келтірген екен. Сондай-ақ екінші несі, мысалымыз, бұл жерде Дауд алейхиссаламға Алла тағала Құран кәрімде айтады. Сондай-ақ ол үшін темірді жұмсарттық деген аят бар. Сәба сүресінің 10-шы аятында Алла тағала айтады. Біз Дәуітке темірді не істеп бердік дейді? Жұмсартып бердік дейді. Яғни бағындырып жұмсартып бердік. Қамыр сияқты илейді деп атқанымыз ол ғой. Жұмсақ болмаса қалай илейсің оны? Сындырасың ғой. Ал енді қараңыздар, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала фабима рахмати миналлахи линталау. Ей Мұхаммед, Алланың рахымының арқасында айналаңдағы адамдарға сен жұмсақ болдың дейді. Енді қараңыздар, темірдің жұмсақ болған жақсы ма, адамның жұмсақ болған жақсы ма дейді. Адам жұмсақ болса дейді, оған ілесетін адам не болады дейді? Көп болады дейді. Темірдің жұмсақтығы жақсы, мұғжиза ғой. Бірақ Алла тағала Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жұмсақтардың жұмсағы қылып қойған ғой, білесіздер ғой? Қасына ана Шамаилде айтып жатыр ғой, қасына барған кезде адамдар қалай жүректер жұмсарып кеткен білмей қалған өздері. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Алланың берген рахымы, кеңшілігі. Сөйтіп адамдардың жүрегінен орын тапты. Ана бір картинка шығарды ғой. Инстаграмда подписчик жоқ, Фейсбукта сурет жоқ, неде неш жоқ, бірақ бүкіл әлем ол кісіні жақсы көреді деп. Ол кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Бүкіл біз оны көрген жоқпыз.
бірақ ана естіп ақ бәріміз не болып қалдық, жақсы көріп ғашық болып қалдық ол кісіге. Көрдіңіз ба? Арамызда 1445 жылда уақыт бар, бізбен оның арасында да. Өшу керек қой енді, болды ғой енді. 200 жыл, 300 жыл, ладно, 1000 жыл болды ғой, өшу керек қой. Жоқ, ол өшпейді дейді. Күн өткен сайын не істей береді, керісінше күшейе береді дейді тағыныш. Ана қараңыздар. Міне Алла Тағаланың пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям берген нәрсесі жүрегінің жұмсақтығы дейді. Сол жүрегінің жұмсақтығының арқасында қаншама мен деген сахабалар өлтіремін мен қазір деп келіп тұрып, үйге бір шатырға кіріп шығып, исламды қабылдап шығып келе жатырмық деп айтады маған. Білесіздер ғой, уланған қылышпен деп өлтірем деп келіп, қойсай деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Білем ғой мен сен қандай мақсатта келіп тұрғаныңды деп. Екеуің Қағбаның жанында отырып мені өлтірем деп әңгімелестіңдер ғой екеуің. Деген кезде қылышын тастап, Мұхаммед сен шынымен пайғамбарсың деп. Мынау мені өлтіруге келді, ұстап алыңдар. Омар, ұста ананы. Өлтіруге келді, өзін өлтіреміз деп. Істемеген ғой, көрдіңіз ба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Үйге кіргізіп алып, жайлап сөйлесіп, жұмсақтықпен. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жұмсақтық қай нәрсеге кірсе, соны не істей жібереді дейді? Безендіріп жібереді дейді, көркем қылып жібереді дейді. Қаттылық, дөрекілік қай нәрсеге барса дейді, ол әдемі красавчик болып тұра берсін, дөрекімі сүйкімсіз болып кетеді дейді. Көрдіңіз ба? Міне осы нәрсені айтқан екен Дауд алейхиссаламның абзалдығы жайында. Одан кейін, жарықтық Сүлеймен деген пайғамбар бар. Неше түрлі нәрсені естігенсіздер ғой жайлы, жындарды бүйткен, жындарды жеккен, еш салдырған, қиратқан, бүйткен, құмырсқалармен сөйлескені бар еще. Дұрыс па? Естіңіздер ма оны? Тас таситын құмырсқа жайында? Болды сол. Бәрін естіп қойыпсыздар, айтатын ештеңе қалмапты ғой. Сүлеймен алейхиссалам бұл кісі өзі Құдайдан сұрап алған ғой бұл ше. Қараңыздар. Құран кәрімде Алла Тағала мынау кімнің дұғасын келтіреді? Сүлеймен алейхиссаламның. Қала рабби ғфирли, Раббым мені кешірші деп айтты дейді. Сүлеймен алейхиссалам. Вахабли мулкан ла янбағи ли ахади мин баъди. Және маған дейді, бұдан кейін ешкімге бермейтіндей дәрежеде, менен кейін ешкім ие бола алмайтындай дәрежеде не бер дейді? Сұлтан билік бер деп айтты дейді. Ана қараңыздар. Одан Сүлеймен алейхиссаламнан кейін демек жер бетінде не жоқ екен? Ондай патша жоқ. Бірақ мықтылығын қарасаңызшы. Семіздікті қой көтереді деп бізде кішкентай малың бітсе, адам танымай көзің шел басып кетеді ғой. Саусағын ұшын беретін, қазір тырнағын ұшын беретіндер шықты бейді. Электропакетпен машинасын түсіреді бейді, тырнағын береді. Датабу анау қатты кетіп қалған соншалықты. Мынаған Құдай беріп жатыр да, Рабби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта. Раббым маған берген нығметіңе шүкірлік етуде мен тайдырма. Әрдайым неде? Дұғада. Раббым сен беріп жатсың, бірақ мен сені шүкірлік ететін құлды. Құдай мынау шүкірлік етеді ғой, Құдай бере береді. Шүкірлік етеді, бере береді мынаған ше Сүлеймен алейхиссаламға. Бірақ өзі сұрап жатыр енді онда. Ол да жақсы шығар, енді қайдан білейін. Өзіне өберіне болып тұр ғой кісі. Бізге бітпей қойсын. Енді сонда мына жерде айтып жатыр, Сүлеймен алейхиссаламмен салыстырған кезінде ол кісі сұрап алып жатыр дейді да. Мүлікті, байлықты, дүниенің байлығы берілді ғой кісіге. Қазыналар артына ілесіп, жаңағы бұлттар, нелер, желдер бәрі ілесіп жүрді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді, бұл нәрсені сұраған жоқ дейді. Бұл кісі таңдалды дейді. Яғни сен осындай патша болуды таңдайсың ба, патша пайғамбар болуды, әлде қарапайым пайғамбар болуды таңдайсың ба деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайсысын таңдады? Қарапайым пайғамбар болуды таңдады. Егер де ол аналығын таңдаған кезде Сүлеймен алейхиссаламнан асып кететін еді дейді. Ал егер бұл кісі соны таңдайтын болса, онда біз бар ғой, ол сен пайғамбарыңды айтпай қойшы бар ғой, ол деген миллионер болған адам ғой ол. Оны вообще айтпай қой маған деп шығатын едік біз мына бар ғой. Көрдіңіз ба? Біздің әңгіме айтатынымызды білген ғой кісі ертең. Сөйтіп ол қарапайымдылықтан естіген, таңдаған. Оның хазаинул арт дейді, бүкіл дүниенің қазынасы кілті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолында болған негізінде, біліп қойыңыздар. Қаласа ең қымбат нені міне алатын болған ол? Түйелерді міне алатын болған. Бірақ оны таңдады ма ол кісі? Жоқ, қарапайымдылықты таңдады. Не істейміз ана жіптерді? Сатасыздар ма? Жоқ, міне беріңіздер, жалпы айтып жатқан ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соны нені таңдады екен? Қарапайымдылықты таңдады.
бізге ол не болу керек екен, үлгі болу керек екен ғой. Ертең анау кедейлер әңгіме айтады, өйткені мен исламды қабылдайын десем, сен пайғамбарыңмен менің өмірім келмейді вообще дейді да. Ол деген бай адам ғой, оны айта бермесем мысалға дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кедейліктің сіңірі шыққан патологын қойып беріп кеткен. Неше күн қазан асылмайды деп айтады? Бір ай дейді, бір ай деп айтады. Бір ай деп айтады. Айша анамыз айтады, бір ай бойы біздің үйде қазан асылмайтын еді деген сөз, сорпа ішпейтін едік деген сөз ғой. Тамақ ішпей. Бір ай сорпа ішпей жүрген біреу бар ма? Ақша жоқ студенттің өзі әйтеуір 5 пакет жеп аман қалып жүр. Доширак, дұрыс па? Сорпа ғой. Газ бар үйде қайнап. Айта аласың ба мен пайғамбардан кедеймін деп? Айта алмайсың. Өлдім дегенде бір аптада бір сорпа ішіп жатыр ғой әйтеуір. О кісі соны көрсетті. Қандай кедей болса да бір ай бойы қазан асылмаған кедей жоқ шығар жер бетінде. Пайғамбар салсам оның шегін көрсетіп беріп кетті дейді адамдарға. Енді ешкім одан кейін келіп, сен пайғамбарыңды айтпашы маған деп айта алмайды әңгіме. Ол сол қарапайымдылықты таңдады. Машалла, қарапайымдылық таңдады, Алла оны көтерді. Көтерді и көтере береді Алла тағала. Адам да сондай қарапайым бола береді екен, Алла оны не істейді? Көтере береді. Таңдайсып шықтың ба, бірден түсіріп тастайды Алла тағала. Ұшырып түсіреді бірден. Өзінше болып шықтың ба, болды, жақында бітетіндігі, өлетін бала молаға жүгіреді дейді ғой. Жыртылып жүрген біреуді көрдің ба, болды, ол жақында тынады ол. Қатты кетіп баратыр ма, біле бер, болды, құлайды ол. Жоқ, қандай төмен жоғары болсаң да, төменділіктен істе, ұстап отыр қарапайым. Дәреже өйткені мәртебе қарапайымдылықта жасырған дейді. Адамдар оны деп іздейді, таба алмайды дейді бірақ. Осыны біліп қойыңыздар. Ал кеттік ал. Ойбай, қақа кетіп қалып жатырық біз. Одан кейін бұл кісі жындармен байланысты ғой, Сүлеймен алейхиссалам, дұрыс па? Жындармен қаншама мәрте не қылған, анау Исраилат хабарларда бар ғой, мешітті жындарға салдырған деген сияқты. Қалай дегенде де ол кісінің жындармен байланысы болған. Кейбіреулерін мәжбүрлеп істеткен дейді да. Істесең де істейсің, істемесең де істейсің. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ондай нәрсемен айналыспаған дейді. Керісінше олар басып бойсынып келген дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға. Біз иманға келейік деп едік деп. Білесіздер ғой? Бұл қай жерде болды? Міне, көрдіңіздер ме? Уже қазір сираны ішіп алғансыздар сіздер, машалла. Өте жақсы ғой бұл деген, өте жақсы көрсеткіш. Таифтан келе жатқан кезде ертең умраға барсаңыздар, қажылыққа барсаңыздар, Таифтың жолында Корнул Маназил деген жер бар. Барып қайтыңыздар, көріп қайтыңыздар, такси апарат о жерге. Сол Корнул Маназилде жаңағы тау періштелерімен, сосын жындармен кездескен жер бар. Бір топ жындардың келіп исламды қабылдағандығы жайлы. Тарих қой, көру керек қой барып тұрғаннан кейін. Мен сол кезде мына оқиғалар сіздердің алдарыңызға келіп тұрады. Анау мәжбүрлеп ұстап жатыр дейді, мынау өзі келді дейді алалар өздері жындар. Міне, осындай дейді. Одан кейін мынау кімнің әскері? Сүлеймен алейхиссалам әскері. Құстар менен жындар болған ғой. Құстар менен жындар болған әскері. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әскері кім болған? Ана, машалла, міне күшті. Осылай алыс беріс болып отыр керек қой, әдемі. Мынау Бәдірде білесіздер ғой, Бәдірде періштелер мың-мыңдап түсті дейді ғой. Келді де анау өлген адамдарды қараса шоқпен ұрылған да. Арттарынан шоқ сияқты қамшымен ұрылған. Кім білмейді кім өлтіріп кеткен. Андай аттар келді дейді, дәу, ала аттармен біреулер келді дейді, дәу. Ананы көріп жүрегі жарылып кеткен келген мүшриктердің. Сөйтсе періштелер көмекке келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әскері Жабраил, Микаил дейді, және бүкіл періштелер дейді. Ана қараңыздар. Бәдірден қараңыздар, енді періштелердің мәртебесін қарасаңыздар. Бәдірде сахабалар да бізде қазір мына жерде тұра, біз барынша үлкен кісілер шығарамыз ғой намазда, дұрыс па? Бірінші сапқа. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінде кім тұратын болған бірінші сапта? Бәдірліктер тұратын болған. Әне. Сонда ең алғашқы сапта бәдірліктер тұрады дейді. Бәдірліктерді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кешіріп кеткен деп айтқан. Алла сендерді кешіріп қойды, не істесеңдер де болды, ештеңелеріңіз зиян бермейді деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Жақсы болды ау деп бәрі ішіп кеткен ба содан кейін? Кешіріп қойдық қой деп. Жоқ, бізге біреуге айтып қойсаң, Құдай қаласа жәннатқа кіретін болдың. Сөйтіп айтып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, қой, дейді да, анау кетеді ғой. Сахабалар соған, Құдай тағала бәдірліктердің тағдырын біледі ғой алдағы. Соған сайын істеді, бұлар сүйіншілеп қойды солай. Енді Жабраил періште келіп айтады дейді ғой, Мұхаммед, сенде бәдірліктер қандай дейді да?
Бәдірліктер сендерде қандай, яғни мәртебелі ғой, бәдірліктер. Сахабалардың 14 па 12 табы бар бөлген дәрежесіне сай. Соның ең біріншісінде бәдірліктер тұрады. Сонда сенде қандай дейді бәдірліктер? Мына мешітте. Бізде көкте періштелердің арасында мәртебесі сондай дейді. Періштелер бар ғой, бәдірге қатысқандар авторитет періштелердің ішінде. Білген? Шын айтып жатырмын. Енді мына өзім заманауи тілмен айтып отырмын ғой, енді түсінікті болу үшін. Періштелердің ішінде ең мәртебелілер кім болды? Бәдірліктер дейді бізде. Ана қараңыздар. Сол міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әскері мына дүниедегі бар нәрселер емес дейді, көктен келеді дейді ғой. Жарықтық десеңші. Міне осы Сүлеймен алейхиссаламнан абзалдығы. Енді келесі біздің пайғамбарымыз бұл Закария деп беріпті. Закария алейхиссаламның көп, өзі Құранда да көп несі жоқ, бұл кісінің қиссасы жоқ ше. Тек кіммен болған қиссасы бар? Мәриям анамызбен болған қиссасы бар, Ханна лаки хаза деп Мәриям анамыздың ғибадатханасына кірсе, қыстың күні жаздың жемістері, жаздың күні қыстың жемістері дейді. Ой, мынау қаяқтан саған келіп жатыр деп. Раббымнан деп айтады дейді Мәриям анамыз. Әулие ғой. Сөйтеді деп бұрылып алып пайғамбарды тәрбиелеп жіберген ғой Мәриям анамыз ше. Закария пайғамбар ғой. Сол уақытқа дейін перзентсіз жүрген ол кісі бар ғой. Бірден барып не істейді? Михрабына кіріп Алладан перзент сұрайды ғой. Қартайып қалған бірақ. Сонда да Алла оған перзент береді. Перзентінің аты кім деп кетеді? Келісіп алайық, Иса ма, Яхия ма? Иса дейтін болсақ, онда болмаған тұр. Яхия алейхиссалам ғой. Келеміз оны, айтып тастамай тұрайық. Сол Закария пайғамбар дейді, мына жерде мысалға келтірді. Закария пайғамбар Мәриям анамызбен замандас болған дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисте неше әйелді айтқан? 4 әйелді айтқан. Демек, ер адам неше әйел алу керек? Жоқ, ондай емес. Ала алмайсың оны қақта. Жоқ, абзал болған 4 әйелді айтып жатырмын. Мәриям анамыз, Әсия анамыз, Хадиша анамыз және Фатима анамыз, дұрыс па? 4 әйел әлемге абзал етілді деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұлар 4-еуі де жәннатпен сүйіншіленген әйелдер. Жақсы, Әсия анамыз кімнің замандасы? Мұса алейхиссалам замандасы. Мәриям анамыз ше? Закария пайғамбардың замандасы. Қалған екеуі кімнің замандасы? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам замандасы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ана пайғамбарлар бір әйелмен замандас болса дейді, әлемге абзал етілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 әйелмен замандас болған дейді. Кім ойлағанна? Ойладың ба біреу? Адам ойламаған нәрсені айтамыз ғой. Деп ырза болады дейді өз-өзіне, астағфирулла. Болмайды өзіңе разы болуға. Мына кісі айтқан ғой, соны жеткізіп беріп жатыр, мені бір қатырып бірдеңеге қойды дейсіздер ма? Мына ғалымдар айтып кеткен. Одан кейінгі пайғамбар, Закария пайғамбардан абзалдығын түсіндік қой, Демек пайғамбар саллаллаху алейхи әлемге абзал етілген 2 анамен 2 әйелмен өмір сүрген екен. Біреуі қызы, біреуі әйелі. Екеуі де жәннатпен кім кіреді ғой? Жабрил алейхиссалам сүйіншіліп кетіп қалатын кездер бар. Ары қарай кеттік. Бұл келесі Закария алейхиссаламның баласы Яхия алейхиссалам. Шамда өмір сүрген бұл кісілер. Яхия да Закария. Жас күнінен ілім берілген Яхия алейхиссалам. Жас күнінен пайғамбар болған бұл кісі. Яхия алейхиссалам қай пайғамбардың замандасы? Машалла, Иса пайғамбардың замандасы. Екеуі де жас күнінен пайғамбар болған кісілер. Яхия алейхиссалам, білесіздер ғой, бұны жаңа кетті ғой Закария пайғамбар. Сөйтіп михрабы, мынадай михрабына келіп намаз оқиды. Құдайдан сұраған кезде періштелер сүйіншіліп хабармен келеді ғой. Саған перзент береміз, оның атын Яхия деп қоясың, ол пайғамбар болады деп сүйіншіліп кетеді. Дұрыс па? Бұл кісіге сүйінші хабарды кім әкеліп жатыр? Періште әкеліп жатыр. Ол әдеттегі нәрсе. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүйіншісін дейді, өзінің жынысынан болған пайғамбар әкеліп жатыр дейді. Ол кім? Иса алейхиссалам. Сол періштенің несі әдеттегі ғой, ол дұрыс па пайғамбарларға келіп кетуі. Мынау дейді, Иса алейхиссалам әкеліп, «Ва мубашширан би расули яъти мин баъди исмуху Ахмад» деп айтады, Мен өзімнен кейін келетін Ахмад деген пайғамбардың елшінің несімін сүйіншісімін дейді. Ал керек болатын. Мен ана ертең пайғамбар келеді, соны айтуға келгенмін деп тұр ғой Иса алейхиссалам. Міне артықшылығы осы дейді бұл жерде. Өзінің жынысынан болған
пайғамбар улул азм дейді. Бұл еще ең ұлы болған 5 пайғамбар, мәртебелі 5 пайғамбардың біреуі Иса алейхиссалам. 5 пайғамбар кім ол мәртебелі? Ибрахим, Мұса, Иса, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сосын кім? Адам ата, сосын неше болып кетті? Мен машық болдым. 4-еуін айттыңыздар, дұрыс па? Сосын кім қалды енді? Кім? Дауд дұрыс емес сол сәлем. Кім дейді? Нух. Жоқ, Мұсаны айттық. Мұса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Мұхаммед саллаллаху алейхи, Иса алейхиссалам. 5-ші қалып тұр ғой, таба алмай жатыр. Қиналып кеттік қой терлеп. Адам, кім Исмаил деді? Дұрыс емес, машалла. Кім дейді? Лут, Нух алейхиссалам. Өте дұрыс сенкі, машалла. Дұрыс қой айтылды ғой енді. Әдейі айтып жатырмын ғой менде. Білем айтқандар. Нух деп айтқандар бар ғой. Естіп отырмын. Жалпы шамалы не қылайын деген ғой. Демек 5 пайғамбар улул азм деп аталады, иә? Құран кәрімде келеді бұл улул азм деп. Біліп алдыңыздар ма кім екен? Ұмытып қалды біреулер өшіп. Қайттан айтайық енді. Сізде бірден неден Исадан бастамасаңыздар ше? Ол кейінгі келген пайғамбар. Нухтан бастайық та ана аяқтан, шетінен. Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Мұса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, сосын Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Міне 5 пайғамбар улул азм. Енді соның 4-шісі өзінен кейінгі 5-шісін сүйіншіліп келіп жатыр ғой, көрдіңіздер ма? Соны айтайын деп жатырмын. Ал кеттік ары қарай. Алла тағала Құран кәрімде, мұны аятын жазуды ұмытып кетіппіз ғой. Ва ханана мин ладунна ва закатан ва кана тақия дейді. Кімді сипаттаған кезде бар ғой? Яхия алейхиссалам. Екінші несін айтып жатырмын, белгісін. Сондай-ақ дейді, біз Яхияға өз тарапымыздан ерекше мейірім менен пәктікті нәсіп еттік дейді. Адал көңілді нәсіп еттік дейді Алла тағала. Және ол күнә атаулыдан барынша қашатын тақуа еді дейді. Яхия алейхиссалам, я? Жүрегі кең, сондай пәк көңілді деп, мейірімді деп жатыр Алла тағала. Кімді? Яхияны. Кімге? Өз-өзіне деп жатыр да. Сондай мейірімді деп өзін ғана сипаттап қойып жатыр ғой. Көрдіңіздер ма? Әлде Бәни Исраил қауымына сондай болды деп жатыр Алла тағала. Жоқ, өзіне сондай мейірімді, сондай адам еді дейді. Кім? Яхия алейхиссалам. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин» деп айтты дейді. Мұхаммед, біз сені бүкіл әлемдерге рахым, мейірім қылып жібергенбіз дейді. Яғни көрдіңіздер ма? Бұл кісілердің барлығы сол жерге ғана келген болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл әлемдерге рахым пайғамбары болып келді. Бұл менің дінім ат пен түйенің табаны тиетін жердің барлығына жетеді деді. Жетті. Дұрыс па? Жетті. Міне Яхия алейхиссаламмен артықшылығын айтқан кезде осындай мысалдарды келтірген екен. Ары қарай ең соңғы пайғамбар қалды. Барынша енді қысқартып не қылуға тырысып жатырмыз. Иса алейхиссалам, бұл кісіні білесіздер, әкесіз дүниеге келген. Я? Бұны құдай деп айтады бір кісілер, бірақ ол никакой құдай емес. Никакой құдай еместігін біз ертең сираның бірінші сабағында айтамыз. Вообще жестко болайын тұр ғой сабақ, иншалла. Сіздер естімеген нәрселерді айтайын тұр ғой. Иншалла. О жерде өйткені мына пайғамбарлармен салыстырған кезде, қойшы, оны айтып қойын деп отырмын келесі сабақ. В общем, Иса алейхиссалам, ертең келмей қалып жүресіздер, бәрін естіп алып. Иса алейхиссалам білесіздер ғой, бұл кісі емшілікпен аты шықты ғой, дұрыс па? Қалай емдейтін еді? Адамдарды сипап ем, мәсіх деп сол үшін аталған бұл. Сипап емдейтін болған. Мәсіх тарту деген сипау деген ғой. Мәсіх тартуға кірмей қойық. Со енді алапестерді, нелерді Иса алейхиссалам емдейтін болған. Жақсы ма? Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өткенде біз келтірдік қой мысалын, дұрыс па? Қандай емдерді емдейтін болған? О алапес дегендер ол басиды әшейін. Бұлай емделетін аурулар ғой. Зәмзәмбен ақ емдеп жіберетін болған, оны керек дейтін болған. Шығып кеткен көздер бар ғой, ұясынан түсіп қалған көзді алып ортасынан орнына тығып жіберетін болған. Үф деп құмын үрлеп жібересің де тығып жібересің. Ана көзің
мына көзіңнен қатты көріп кетеді ғой. Сөйтіп айтады ғой, қатада өзі айтады ғой. Менің мына көзім жерге түсіп қалған көзім. Мына көзімнен қатты көреді дейді. Бұл хабарлар сахих хабарлар кәдімгі. Не то, что алапис. Сол сияқты Иса алейхиссалам білесіздер, Алла тағаланың рахымымен нені тірілтті? Кейбір өлілерді тірілтті ғой, мәжбүрлі түрде, иә? Бұл енді адамды тірілтіп жатыр дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам талдарды тірілтіп сөйлей жіберген дейді ғой. Анау мінбарында тұрған талы бар ғой, білесіздер ғой, Имам Бұхари деген хабарда. Жылайды, боздайды дейді ғой. Түйенің дауысы шығып жатыр, боздаған. Сөйтіп ананы сипалап сөйлеседі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда егер де ананың үстінде тұра берсе, ол сөйлемейтін еді дейді. Өмір бақи жаңа тал бар ғой, үстінен түскеннен кейін естіп кетті, жан бітіп сөйледі дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Неге мені тастап кеттің деп ше? Басқа ағашқа кетіп қалдың деп қызғанып жатыр да. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны жұбатпағанда қиямет күніне дейін боздап қалатын еді дейді. Ана тас ағаш бар ғой. Мәдинадағы мешітке кірсең, боздаған дауыс шығып тұрады ана жерде. Айтпақшы, Мәдина қаласына барсаңыздар, иншалла, мешіттің қарама қарсы бетінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітінің несі бар? Музейі бар. Көрмесі деп айтайық, көрмесі бар. Соның ішіне кірсеңіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезіндегі мінбарының суретін суреттеп қойған суреті бар. Соны суретке түсіріп алмаппын ау шет, кеше ғана барып. Суретке түсіріп сіздерге көрсету керек еді соны. Сахабалардың істеп берген мінбарының суреті бар. Барынша бейнелеп көрсеткен сол замандағы нені. Барып атсаңыздар көресіздер деп жатқам ғой, иншалла. Енді қараңыздар. Жаңа Иса алейхиссалам өлілерді тірілтіп жатыр ғой, өлі денелерге жан рух беріп. Алланың рұқсатымен деп айтады, өзі айтады, мен Алланың рұқсатымен істеп жатырмын, бұны тірілтіп жатырмын дейді. Бұл денелерді тірілтіп жатқан болса дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өлген жүректерді тірілтетін болған дейді ғой. Өлген адам тірілу ештеңе емес, ол тіріледі, қайтадан кәпір болып кетуі мүмкін ол ше. Білмейсің оны. А пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өлген жүректерді иман нұрын құюымен тірілтетін еді дейді. Жүрек иманға толып тірілген кезде ол жүрек өлмейтін еді дейді. Міне Иса алейхиссаламнан абзалдығы осы дейді. Ең вообще патолог абзалдығын айтайын ба? Сонымен сабақты аяқтайық, иншалла. Ең патологын айтайын, патологын. Ертең Иса алейхиссалам түседі, білесіздер ғой? Білесіздер ме? Түспей ме әлде? Біреулер түспейді деп жүр дейді бір кісілер. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кәдімгідей сахих сенімді хабарларында айтып кеткен, Иса алейхиссалам Шамға, Дамаскіге түседі деп айтқан, дұрыс па? Дамаскі қазіргі Сирияның астанасы. Дамаскіге барсаңыздар, сол жерде ғалымдар оның түсетін мұнарасын белгілеп қойған. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келеді, аппақ мұнараның үстіне түседі деп. Умауилердің мешіті бар, соның жанында. Қарасаңыздар болады интернеттен. Мен тек ұшын беріп кете беремін, сіздер ары қарай алып кетіп отырасыздар ғой өздеріңіз, ма? Бәрін андай тапсилияны айтып керек жоқ. Сонда Иса алейхиссаламды екі қолтығынан екі періште алып түседі дейді көктен. Қалай бар, солай көтеріліп кетті ғой, өйткені ол. Сынақ қой, кәдімгідей. Аналарға да бізге де бәрімізге сынақ. Сөйтіп қолтығынан алып түсіп, жаңа аппақ мұнараның үстіне келеді дейді. Бұл түсіп жатқан кезде мешітте намазды қамат түсіріліп жатады дейді. Сонда жаңағы түскен кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін сипаттайды, орта бойлы, кең иықты, шашы иығына дейін түскен, әр шашынан маржандар тамып тұрады дейді. Шашы су сияқты да андай бір маржандар тамып тұрады. Қызыл өңді өте сымбатты жігіт дейді Иса алейхиссалам. Намазға қамат түсіріліп жатқан кезде адамдар Иса алейхиссаламды имамдыққа өткізеді дейді ғой. Сонда айтқан сөзін білесіздер ғой, мен Мұхаммедтің үмметінің алдына имамдыққа шыға алмаймын деп айтқан. Не то, что пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам о кісіден абзал, біз үмметі о кісіден сондай дәрежедеміз. Сөйтіп біздің өзіміздің ішімізден шығады жаңа намазға. Ол жаңадан бір шариғат алып келе ма? Қайтадан ана забурды алып келе ма? Не жаңа інжілді? Жоқ, болды, оның бәрі кетті. Немен үкім жүргізеді? Құранмен, хадис, сүннетпен үкім жүргізеді. Иса алейхиссалам. Міне сіздерге патолог. Сөйтіп жердің бетіне келіп, жердің бетіне ең ұлы фитнаның нүктесін қояды бұл. Ең ұлы фитна қай фитна еді? Мәсіх Дәжжал. Айтпақшы, маған комментарийде ұрсып жатыр деп жатыр бір кісілер. Дәжжалмен кездескен айтпай кетіпсің деп.
Исра Миғражда есіме түсіп кетті. Исра Миғражда кездескен, айтпақшы, айтып қояйын. Пайғамбар саллаллаху алейхи имам Байхақидің Далаил Нубува деген кітабында келеді. Бүкіл хадис кітаптарында келеді ол. Мәдинадан шығып, Ақсаға кетіп бара жатқан жолда кездеседі кіммен? Мәсіх Даджалмен. Жолда кездеседі. Бурақта кетіп бара жатқан кезде. Сол кезде көрген оның бір көзінің ағып кеткендігін бәрін. Ау? Тырнаған ба дейді? Ау? Далаилун Нубува деген. Тағы жазып ал, мына кітапта келеді сосын. Субулул Худа вар Рошад деген кітапта келеді. Сосын ана Далаил Нубува деген Абу Нуайм Асфаханидің кітабы бар, сол кітапта келеді. Осы 4-5 кітап жинап қарасаң, ішінде барлығында Миғраждың оқиғасы. Тағы бір кітап бар, имам Салихи Димашқидің Муъжизату ар-Расул, қалай еді? Исра уал Миғраж. В общем, сөйтіп имам Салихи ад-Димашқи деп жазсаң, шығады сол кісінің кітабы. 450 беттік Исра Миғраж туралы. Сол кісінің ішінде кітабы келтірген енді. 450 бет кітапқа Исра Миғраж жазған ана кісі бар ғой. Ойлай беріңіз, ішінде қаншама нәрсе бар. Ал кеттік, не айтып жатыр жаңа? Иса алейхиссалам сөйтіп жер бетіндегі ең ұлы фитнаның несін қояды? Нүктесін қояды. Ол фитна Мәсіх Даджалдың фитнасы. Мәсіх Иса менен Мәсіх Даджал кездеседі. Екеуі де Мәсіх, екеуі де демек не істейтін болған? Сипайтын болған, сүртетін болған. Мынау түсікті сипап емдейді. Мынау не істеп жүр сипап? Көзін ағызып алған сипап. Көзін уқалап, не істеп, сипап, не істеген дейді? Ағызып алған дейді, риуаяттарда айтады. Сол үшін ол Мәсіх болған дейді. Екі Мәсіх кездеседі ғой үшін. Кім жеңеді сөйтіп? Иса алейхиссалам жетеді. Оны қылышпен ұрып бүйтіп қинамайды. Демі жеткен кезде тұз сияқты ерейді дейді. Қашады дейді ғой. Иса алейхиссаламды көрген кезде қашады дейді Мәсіх Даджал ше. Біледі де кімнен қорқатын. Бұқанды сындыратын бұқа бар деген сол. Содан қашады анау. Бірақ демі жеткен кезде анау не істейді дейді? Ерейді дейді, тұз сияқты. Мәсіх Даджал сөйтіп еріп құрайды дейді ғой жаңа. Артындағы ілесушілермен бірге құрып кетеді. Сөйтіп оны бітіріп атса кім шығады мына жақтан? Мәжуж шығады деп жатыр. Кеше Дастан ұстаздың сабағын тыңдадыңыздар ма? Құран мұғжизаларын тыңдасаңыздаршы, не деген нәрсе айтылып жатыр ана жерде? Ойбай, өмірде естімеген нәрселер айтылып жатыр ғой. Мәжуж шығады. Оны да кім тазалайды? Иса алейхиссаламның дұғасы тазалайды. Білесіздер ғой, келіп аспанға Құдайды өлтірдік деп жебе атып, ол жебе қан болып түсіп, кейін ол бұлттан құрт жеп аналар шірейді, жердің беті деген лас болып кетеді. Сөйтіп барып Иса алейхиссалам өмір сүреді, үйленеді, сөйтіп кәдімгідей жерленеді, дүниеден өтеді. Міне, ол кісі келеді, оған ешкімнің несі болмасын. Бұл бізде не деп айтады? Сәмаи хабарлар деп айтама, не деп айтады? Ақидада. Ақидада сәмаи хабарлар деп айтады ғой, есту арқылы келетін ақиданың нелері. Соның ішінде айтып кетеді, Иса алейхиссаламға жайлы бап бар, қияметтің белгілері деген бап бар, кітап бар, соның ішінде бап бар арнайы. Иса алейхиссаламның жерге түсуі деген. Міне сол кісі түседі, біздің үмметке алдына имамдыққа шыға алмайды бірақ. Мінекей біз енді барынша мынау жаңағы пайғамбарлардың мәртебесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен шамамыз жеткенше түсіндірдік. Өзі кітаптың авторы сияқты түсіндіре алмаған шығармыз енді. Бірақ енді шамамыз жеткенше түсіндірдік. Фадаил деген ілім осы жобасы. Түсіндіңіздер ғой, неше сабақ өттік біз мынаны? 5 сабақта өтіппіз. Нормально 5 сабақ. Мен 2 сабақта өтіп қалама деп ойлаған басында. 5 сабақ жақсы. Яғни барынша түсіндіруге тырыстық. Енді біз фадаил кетті, дұрыс па? Аллаға шүкір. Шамаил жүріп жатыр. Сира басталады енді Алла қаласа. Мұғжизамен не қалды? Хасаис қалды. Екеуі қалды енді Құдай қаласа. Оны да бір Алла өмір берсе өтерміз иншалла. Енді біз сираны бастаймыз. Сираны бастаған кезде біз бірден бастамаймыз, білесіздер, иә? Бірінші дене қыздырып алу деген бар. Дене қыздырып алу үшін сираның үлкен ешкім тоқталмаған нүктелерде тоқталамыз. Жосқы болайын тұр Құдай қаласа. Просто сабақ 45 минут болып қалады екен да. Алла разы болсын, Алла пайдалы білім берсін. Түсінікті болды деп ойлаймын барлығы иншалла, иә. Шамамыз жеткенше айту түсіндіруге тырысып жатырық. Алла Тағала көкірегімізді ілімге қарай ашсын баршамыздың. Алла Тағала сәттілік берсін, Алла тілден жаңылдырмасын.
Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Ya Allah Taala'm bizlerге пайдалы білім бер. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салламның мәртебесі биік болған пайғамбардың мәртебелі үмметі болдық. Алла Тағалам сансыз өзіңе мақтаулар болсын. Я Раббым Алла, сол кісінің лайықты үмметі болып Кәусардың бұлағынан қолынан су ішіп, жәннатта қасында отыруды Алла баршамызға нәсіп ете көр. Саллаллаху аля сейдина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахим.